Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Абзал Дәулетов, сіздер біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің айтатын әңгімеміз 4% жеңілдетілген автонесие бойынша болады. Өздеріңіз білетіндей 6 ақпан күні сағат 10:00-де өтініштер қабылданды автонесие сайты бойынша. Бірақ өтініш бойынша 18 секундтың ішінде 761 орын таусылып кетті. Және де бұл сайтқа 125 мыңнан астам кірген болатын. Жалпы сіздерге осы келесі айға дайындық ретінде біз сізге информативті осындай блог жүргізіп жатырмыз. Бағдарлама туралы толығырақ айтып өтейік. Қазіргі таңда бағдарлама ФРП программасы бойынша жүзеге асырылады. Автокөліктің шарттарына келетін болсақ, автокөліктің құны 15 миллион теңгеден аспау керек, және де қаржыландыру сомасы, яғни несиеге алатын сомаңыз 10 миллион теңгеден аспау керек. Қалған одан асып кеткен жағдайда сіз қалған сомасын өзіңіз үстінен құйсаңыз болады. Қаржыландыру мерзімі 7 жылға дейін жасалады. Бастапқы жарна 0% құрайды. Егер де автокөліктің суммасы 10 миллионнан аспаған жағдайда. Кредиттің беру валютасы теңгемен, және де сыйақы мөлшерлемесіне келетін болса, жылдық мөлшерлемесі 4%, және де несие алу 2 жылда бір рет қана болады. Яғни 2 жылдан кейін ғана сіз автокөлік ала аласыз. Өтінім беру үшін автонесие сайтына кіріп, өзіңіздің ЭЦП ключіңізбен сіз өтініш беру керек боласыз. Әр ай сайын револьвердік схемамен осы сізге берілген сайтта белгілі бір адамдарға өтініш қабылдау басталады. Яғни қазіргі таңдағы алдында бөлінген 100 миллиард теңгеге бөлінген автокөліктер, 12 мыңдай автокөлікті алып жүрген адамдар өздерінің кредиттарын төлеген кезде, сол ақшаның қайттан банкке келген кезде, сол банк қайттан револьвердік схемамен қайттан басқа адамдарға несие беретін болады. 6 ақпан күні 761 адамға ғана орын болды. Ол орынның барлығы 3-4 айлап жиналды десек те болады. Ал енді келесі наурыз айында ашылатын орын саны белгісіз. Яғни әрине 761 болмайды, одан аз болады. Мысалы 761 адам алдық дейік, өтініш бойынша үлгердік дейік. Сол үлгерген адамдардың ішінде банкке барған кезде банк оларға несие бермеген адамдар да бар. Ол адамдардың орны қайтадан келесі айға бөліне ме, ол белгісіз әрине, бірақ енді оны наурыз айында көретін боламыз. Қазіргі таңда 4% автонесиеге екі өндіруші шығарып жатқан автокөліктерді алуға болады. Біріншісі Сарыарқа Автопром. Ол Сарыарқа Автопромға өзіңіз білетіндей кіретін автокөліктерге айтатын болса, ол Kia автокөліктері, болмаса Chevrolet автокөліктері, және де JAC қытайлық бренді кіреді. Сарыарқа Автопромның ішінде Chevroletтердің модельдеріне тоқтала кетсек, ол 10 миллионнан аспайтын модельдеріміз. Ол Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia, Chevrolet Cobalt және де Chevrolet Tracker автокөліктері. Chevrolet Tracker 10 миллионнан асып кетеді, оның бағасы 12-11 миллион 500 төңірегінде болады. Қалған асқан сумасын сіз бастапқы жарна ретінде төлеу керек боласыз. Ал Kia модельдеріне келетін болсақ, бізде Kia Picanto бар, кішкентай автокөлік, Kia Cerato, Kia K5, Kia Soul, Kia Seltos, Kia Sportage және де Kia Ceed автокөліктері. Осы модельдерге сіз 4% жеңілдетілген несие бойынша алсаңыз болады. JAC модельдерін өздеріңіз білесіздер, қытайлық автобренд қазіргі таңда Сарыарқа Автопромда жасалып, құрастырылып шығып жатыр. Hyundai Трансказахстанға қазіргі таңда бізде кіретін модельдерге келетін болсақ, Accent моделі, Elantra моделі өзімізге белгілі, Sonata, Tucson, i30 және де Bayon модельдері. Accentке тоқтала кетсек, қазір тек қана бір ғана жиынтықта бар, оның бағасы 9 миллион 790 мың теңге. Сол бір сумамен ғана сатылатын болады. Банктерге келетін болсақ, екінші деңгейлік банктеріміз ол бізде Forte банк, Евразиялық банк, және де Банк Центрге, және де Халық банк арқылы сіз 4% жеңілдетілген автонесие ала аласыз. Келесі айға дайын болайық. Осы біздің каналға тіркеліп отырыңыздар. Сіздерге толық мәліметті беретін боламыз, және де сіздерді әр ай сайын осы 4% жеңілдетілген несие бойынша малуматтар беруге тырысамыз. 125 мың адам кірген кезде 6 ақпан күні 18 секундтың өзінде 761 адам өтініш беріп үлгерді. Әрине, бұның ішінде бір шикілік бар ма, ол жоқ па, оны біз нақты білмейміз. Бірақ сол сайттың жалпы коды арқылы, сол сайттың историясы арқылы біз бәрін көру керекпіз. Өйткені 18 секундта кейбір адамдар тапсырған жағдайдың өзінде оларда өндіруші таңдау батырмасы жұмыс жасамай қалды. Мен өзім кіріп көрдім, үлгеріп көрейін деп тырысып көрдім. Жоқ, менде бар болғаны 25 секунд кетті, одан кейін өндіруші таңдалмады, содан кейін іліне алмадық. Ал үлгеріп алғандардың көбісі ол
интернеті жақсы болу керек, екіншіден сіздің өзіңіздің компьютеріңіз болу керек. Сіз телефон арқылы өтініш бере алмайсыз, өйткені ECP ключті компьютермен кіріп тапсыру керек болады. Және де тез жасайтын жұмыс істейтін компьютеріңіз болса, сіз де үлгеріп қаларсыз деген ниеттеміз. Келесі айға дайын болайық, 4%-мен автокөлік алып үлгерейік, өйткені бұл қазіргі таңдағы Қазақстан нарығындағы автокөлік алу үшін ең тиімді бағдарламалардың бірі деп айтсақ та болады. Өйткені басқа автокөліктерді сіздер нарықтан қарайтын болсаңыз, сол жаңағы колеса кезеттен автокөлік алам десеңіз, ол жердегі жылдық үстемақысы 25%-дан жоғары болады. Сол себепті достар, біздің каналға тіркеліп, толық мағлұматты біліп отырыңыздар. Әр ай сайын бағдарлама басталмас бұрын сіздерге осындай эфир ретінде шығып отыратын боламыз. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.